Дәуірдің дара ұстазы Бітібаева Қанипа Омарғалиқызы. КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет және парасат ордендерінің иегері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мұғалім, білім беру ісінің қайраткері. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмірі 64-ші мектеп-лицейінде Бітібаева атындағы ғылыми практикалық зертхана 2011 жылдан бастап жұмыс істейді. Зертхананың ашылу салтанатына хан апамыздың өзі қатысып, қызыл лентаны қию құрметі де өзіне бұйырған еді. Сол уақыттан бастап зертхана өз жұмысын жалғастырып келеді. Қаншама жылдар бойы зертхана жетекшілігі қызметін Баймұратова Бану Әлімжанқызы, Табысбаева Жанат Әбенқызы сынды озық тәжірибелі ұстаздарымыз асқан жауапкершілікпен атқарды. Қазіргі уақытта да зертханамызда түрлі әдістемелік, ғылыми практикалық жұмыстар жүргізілуде. Қазақ тілі мен әдебиетінен Бітібаева технологиясы негізінде ашық сабақтар, семинарлар, коучингтер ұйымдастырылды. Қалалық форум өткізілді. Зертханадағы жұмыс бағыттары: жас мамандармен жұмыс, сыныптан тыс жұмыстар, дарынды балалармен жұмыс, ғылыми зерттеу жұмыстары, коучинг, семинар жұмыстары, шығармашылықпен айналысу бағытындағы жұмыстар. Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева 1945 жылы 1 мамырда Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жетарал ауылында дүниеге келген. Көзі тірі болғанда биыл хан апамыз 75 жасқа толар еді. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді деп дана халқымыз айтқандай, ардақты ұстаздың есімі жақсылардың тізімінде мәңгі жазылары анық. Ең бастысы, оның өнегесі мен жолын жалғастырар шәкірттері, әріптестері, есімін мәңгі ардақтар жанашыр бауырлары бар. Қазіргі күнде ұстаз жолын қуып, ұстаз еңбегін жалғастырып, ізденушілік, зерттеушілікпен айналысып жүрген шәкірттері өз алдына бір төбе. Ал Бітібаеваның ұстаздық қызметін қалалық, республикалық сайыстар, олимпиадалар, ғылыми практикалық конференциялар арқылы дәріптеп жүрген қаншама шәкірттері, әріптестері бар. Осы орайда мен қазақ халқының ұлы даналарын дүниеге әкелген киелі Өскемен өңіріне барған іс сапарымды еске түсіргім келеді. Жалпы Бітібаева есімімен мен алғаш рет мұғалімдік оқуымды аяқтап, алғашқы еңбек жолымды бастағанда таныстым. Енді ғана оқу аяқтаған жас маманға әрине тәжірибе жинақтау керек. Кітап дүкенінен Бітібаеваның 2 бірдей кітабын сатып алдым. Осы күнге дейін бұл кітаптар жұмыс үстелімнен түскен емес. Өскемен қаласында өткізілген ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысу арқылы мен хан апамыздың өзін көрмесем де, көзін көрген әріптестермен, шәкірттерімен, бауырлармен кездестім. Өзі оқыған, еңбек еткен қара шаңырағы Жамбыл гимназиясында болдым. Мұражайын көрдім. Конференцияға қатысып, тәжірибе жинақтап қана қайтқан жоқпын. Қазақ тілі мен әдебиетін биікке көтерген, шәкіртін ойландырып, әдебиет әлеміне жетелей білген өнегелі ұстаз жайында зор білім жинақтап қайттым.